Алдағы қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Ол үйлерімізге мейіріммен, нұрмен және кешіріммен келсін. Осы берекелі айға кірер алдында мен шын жүректен баршаңыздан кешірім сұраймын. Сөзбен, іспен, үнсіз қалумен немесе көңіл бөлмей ренжітсем, қатал не әділетсіз болсам, Алла разылығы үшін кешіріңіздер. Жүректерімізде реніш пен ауырлық қалмасын. Рамазан бұл тек тәннің емес, жүректің де оразасы. Бұл жанды тазарту, Аллаға қайта оралу уақыты. Алла күнәларымызды жуып, қайғымызды тыныштыққа, шаршауымызды үмітке айналдырсын. Осы Рамазан таза ниетпен жаңа бастау болсын, ізгі амалмен, сабырмен. Алла оразамызды, дұғаларымызды және айтылмаған тілектерімізді қабыл етсін. Жаралған жүректерге шипа беріп, сіздерге жүрек тыныштығына, иманның тәттілігіне және Аллаға жақындыққа толы Рамазан тілеймін. Әрбір ауызашар шүкірмен, әрбір сәресі ниетпен, ал әрбір түн кешіріммен жәннатқа бір қадам жақындай түсетін түн болсын. Үйлерімізге береке нәсіп етсін. Жүрегіңіз тыныш, иманыңыз тәтті. Осы Рамазанда Аллаға ең жақын сәтіңіз болсын.